Дүниенің ағы мен қарасында, мыңқ етпейсің қабылдап аласыңда. Қарасымен шамаң жоқ таласуға, әй өмірім, зымырап барасың ба? Уақыт қарқыны зымыран, сынаптай сырғыған уақыт, зулаған өмір ай. Бір елдің асқар тауы, әулетінің тірегі болған Мұстақайұлы Нұрғали әкеміз 1923 жылы Ақтоғай ауданы Қызылтас мекенінде дүниеге келген. 1942 жылы ел қорғауға аттанып, отан үшін от кешіп, Майдан даласында ерлік көрсеткен. Соғыстың ауыр жолын өткеріп, бірнеше орден медальдармен марапатталған ардақты жан. Дүниеден өткеніне 20 жыл толып отыр. Бір елдің аяулы анасы, әулеттің ұйытқысы болған Исабай қызы Жәміш анамыз 1922 жылы Ақтоғай ауданы Қызылтас мекенінде дүниеге келген. Мұстақайұлы Нұрғали әкемізбен отау құрып, 9 құрсақ көтеріп, саналы ұрпақ тәрбиелеген асыл жан. Өмірден өткеніне 14 жыл толып отыр. Уақыт өтсе де, жүректегі сағыныш өшпейді. Ардақты әкемізбен аяулы анамыздың өнегелі өмірі, ізгі істері біздің жүрегімізде мәңгі сақталады. Сол асыл жандардың артында қалған ұрпақтары, Нұрғали балалары Тілеукеш, Серік, Құрал, Сырым, Рымкүл, Мереке бәрінде сағынышпен еске аламыз. Біреуге асыл әке, біреуге аяулы ана, қымбат бауыр асыл жандар. Өмірден ерте өтсе де, артында өшпес із қалдырған жақындарының жүрегінде мәңгі сақталған ардақты жандар. Олардың жарқын бейнесі ешқашан ұмытылмайды. Жандары жәннатта болғай, сағынышпен